Нептун 8-ші және күннен ең алыс белгілі планета. Үлкендігі бойынша күн жүйесінде 4-ші орында. Бұл ғаламшар 4 газдалыптың ең тығызы. Сондықтан Ураннан сәл кіші болса да, Нептун одан ауыр. Көршісі Уран сияқты. Нептун негізінен сутегімен гелийден тұрғанымен, мұз күйіндегі аммиак, метан және суда кездеседі. Осыған байланысты бұл екі планетаны кейде мұздалыптар деп те атайды. Тұманды атмосферасында пәлендей ерекшелік жоқ Уранмен салыстырғанда, Нептундағы ауа райы белсенді және көзге жақсы шалынатын құрылымдар түзеді. Екі мұздалыптың да атмосферасында оларға көкшіл түс беретін метан бар. Бірақ Нептунның түсі Уранға қарағанда қоюлау, бұған атмосферадағы белгілі бір ақшыл қабаттың Уранда 2 есе қалың болуы себеп. 1989 жылы Voyager 2 ғарыш аппараты Нептун тұсынан ұшып өткенде Юпитердің үлкен қызылдағына өте ұқсас үлкен күңгірт дақты байқады. Бірақ 1994 жылға қарай бұл дақ толық жоғалып кетті. Нептунда күн жүйесі планеталарындағы ең күшті. Жылдамдығы сағатына 2100 км-ге жететін желдер соғады. Сондай-ақ Нептун күн жүйесіндегі ең суық орынның бірі. Атмосфера температурасы Цельсий бойынша -218 градус шамасында. Нептун тым күңгірт болғандықтан жай көзбен көрінбейді. Ол бақылау арқылы емес, математикалық есептеу көмегімен табылған алғашқы планета. Француз астрономы Алексис Бувар Уран орбитасының ауытқуын 1821 жылы байқап, мұны басқа белгісіз планетаның тарту күшімен түсіндірді. 1843 жылы Джон Кауч Адамс бұл жұмбақ 8-ші планетаның орбитасын есептеп шығарды, бірақ оны табудың сәті түспеді. 3 жылдан соң француз математигі Урбан Ливерье өз есептеу нәтижесін неміс астрономы Иоганн Готфрид Галлеге хабарлады. Сол 1846 жылдың 23 қыркүйегінде Галле жаңа планетаны тапты. Жаңа ашылған планетаға мүмкін оның қою көк түсіне бола Римдік теңіз құдайы Нептун есімі берілді. Нептун күннен 4,5 миллиард километрде. Және ол өте алыс болғандықтан күнді бір айналып шығуға адам айтқысыз ұзақ уақыт 165 жыл жұмсайды. Ашылғалы бері Нептун 2011 жылы ғана өз орбитасымен толық бір айналып шықты. Ал келесі айналым 2176 жылы аяқталады. Тағы бір қызық дерек, Нептун мен Плутон орбиталары қиылысады. Плутон орбитасы өте созылыңқы, сөйтіп ол әр 248 жылдың 20-сын Нептун орбитасы ішінде өткізеді. Плутон 1979 жылдан 1999 жылға дейін күнге Нептуннан жақын болды. Мұндай жағдай 2 ғасырдан кейін қайталанбақ, бірақ 2 планета соқтығысуы мүмкін емес. Нептунның 6 сақинадан тұратын жүйесі бар. Жіңішке, сирек сақиналар 1968 жылы ғана ашылды. Нептун сақиналары басқа планеталардікіне ұқсамайды. Оларды құрайтын мұз бен тозаң бөлшектері біркелкі таралмаған. Кей тұста тығыз, кей тұста сирек. Нептунды 14 серік айналады. Олардың ең ірісі Тритонның ғана үлкендігі жұмыр болуға жеткілікті. Қалған кішкенайлар дұрыс пішінде емес. 8-ші ғаламшарға бір ғана ғарыш аппараты барды. Нептун Voyager 2 зондының ақырғы нысанасы болғандықтан, аппарат 1989 жылғы 25 тамызда планетадан өте жақын 4400 километрде өтті. Voyager 2 Нептунның 5 серігі мен 4 сақинасын ашып, үлкен күңгірт дақты суретке түсірді. Содан соң зонд Тритонды жақыннан егжей-тегжейлі бақылады да,
күн жүйесінің сыртына жолын жалғастырды. Алыста жұмбақ Нептун құпияларын мүмкін сендер, болашақ ғалымдар, ашарсыңдар. Соңғы планета жайлы әңгімеміз осымен аяқталды. Кездескенше.